Bir күні мақта қыз үйін жинап жүріп, бір мүйіз тауып алады да, мысығын шақырады. Бірақ мысығы келмейді. Мақта қыз, келмесең келме, дейді де, мүйізді өзі жеп қояды. Арада біршама уақыт өткен соң, мысығы келіп, мені неге шақырдың деп сұрайды. Мақта қыз бірақ оған еш нәрсе айтпайды. Мысық, ендеше мен сенің қатығыңды төгем, дейді. Мақта қыз, онда мен сенің құйрығыңды кесіп аламын, дейді мысығына. Мысық мақта қыздың айтқанын тыңдамастан қатықты төгіп жібереді. Мақта қыз мысықтың құйрығын жұлып алады. Мысық, мақта қыз, құйрығымды берші, дейді. Мақта қыз болса, менің қатығымды төле, дейді. Содан мысық сиырға барады. Сиыр, маған қатық берші, дейді. Сиыр оған, менің қарным ашып тұр, маған жапырақ әкеліп берші, дейді. Мысық ағашқа барады. Ағаш, жапырағыңды берші, дейді. Ағаш мысыққа, мен шөлдеп тұрмын, су әкелсең, жапырақ беремін, дейді. Мысық су іздеп бара жатса, су әкеле жатқан қыздарды көреді. Қыздар, маған су беріңдерші, дейді. Қыздар оған, бізге сағыз әкеліп берсең, біз саған су береміз, дейді. Мысық одан дүкенге барады. Дүкенші, маған сағыз берші, дейді. Дүкенші, маған алдымен жұмыртқа келіп бер, дейді. Мысық тауыққа барады. Тауық, маған жұмыртқа берші, дейді. Тауықтар, бізге дән әкеліп берсең, біз саған жұмыртқа береміз, дейді. Мысық енді не істеймін деп бара жатқанда, бір ін қазып жатқан тышқанды көреді. Мысық тышқанға бас салады. Тез, жаның барыңды айт, үйіңде не бар, дейді. Тышқан қорыққаннан, үйімде бір табақ тары бар, дейді. Мысық, маған бір уыс тары бер, дейді. Тышқан қорқып үйіне барып, бір уыс тары әкеліп береді. Мысық тарыны апарып тауыққа береді. Тауық жұмыртқа береді. Жұмыртқаны апарып дүкеншіге береді. Дүкенші сағыз береді. Сағызды апарып қыздарға береді. Қыздар су береді. Суды апарып ағашқа береді. Ағаш оған жапырақ береді. Жапырақты алып сиырға береді. Сиыр қатық береді. Қатықты апарып мақта қызға береді. Мақта қыз мысықтың құйрығын қайтарып береді.